Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектеп дене шынықтыру пәні мұғалімі Жанетов Талғат Жорабекұлы. 6 сынып дене шынықтыру сабағы. Сабақтың тақырыбы: допты үстінен беру және қабылдау әдісін жетілдіру. Сабақтың мақсаты: волейбол ойыны жайлы жалпы түсінік қалыптастыру және сақтандыру ережелерімен танысу. Ойынның тарихы. Бұл спорт түрі 1895 жылы ақш-та пайда болған. Ойынның алғаш рет негізін Уильям Морган қалаған. Бұл ойынды ол минтонет деп атаған. Волейбол ағылшын тілінен аударғанда ұшатын доп деген ұғымды білдіреді. 1900 жылдан бастап бұл ойын өзге елдерде де танымал бола бастады. Мәселен, Канада, Үндістан және Азия елдері. 1922 жылы Чехословакияда алғашқы волейбол федерациясы құрылды. Ол ұйым волейболдан әлемдегі алғашқы спорттық ұйымның бірі болған. Волейбол ойыны командалық спорт түрі. Волейболда екі команда тордың екі жағында бөлініп бәсекелеседі. Әр команда өздеріне тиесілі арнайы алаңда ойнайды. Әрбір команда 6 ойыншыдан құралады. Ойынның мақсаты допты қарсыластың алаңына түсіру болып табылады. Волейбол ойынның түрлері: мини-волейбол, жағажай волейболы, парк волейболы, параолимпиадалық волейбол. Ал енді бейнероликке назар аударыңыздар. Волейбол тік төртбұрышты 18-де 9 метрлік алаңда ойналады. Бұл алаң тор арқылы екі бөлікке бөлінген. Тордың биіктігі ұлдар үшін 2 метр 43 сантиметр, қыздар үшін 2 метр 24 сантиметр болады. Тордың екі жағына екі антенна бекітілген. Бұл антенналардың биіктігі 80 сантиметр. Доп осы екеуінің ортасында ғана ойналады. Бұл ойында екі топқа 6 адамнан бөлінеді. Доп торға тисе де ойын жалғаса береді. Командалар 25 ұпайдан 3 ойын ойнайды. Егер де ойын 5-ші партияға дейін созылса, онда ойын 15 ұпайға жеткенше жалғасады. Әрбір партияда жеңіске жету үшін ұтып жатқан команда қарсылас командаға қарағанда 2 ұпайға көбірек жинау керек. Командалар екі жағдайда ұпай жинай алады. Доп қарсылас команданың алаңына түскен кезде немесе қарсылас команда қате жіберген кезде, мысалы, допты қайтара алмай торға тигізіп жерге құлатқанда. Әрбір ойыншының допты жоғары қарай сәл лақтырып, созылған қолмен допты ұру арқылы ойынға қосумен басталады. Допты қабылдаушы команда допты кері қайтармас бұрын допқа тек 3 рет қана тие алады. Бір ойыншы допты қатарынан 2 рет соғуына рұқсат етілмейді. Допты беруші команда ұпай жинаса, ол команда допты қайтадан ойынға қосады. Егер де қабылдаушы команда ұпай жинаса, онда олар допты ойынға қосады. Бірақ одан бұрын олар сағат тілімен айналып, орындарын ауыстыру керек. Сабақты қорытындылай келе, көптеген іс-қимылдарды әртүрлі қарқында, жылдамдықпен бағыттай жасай отырып, адам ағза жүйесін нығайтуға септігін тигізеді. Назарларыңызға рахмет.